Мұрсат берілді. Жақынын көріп, жаны жадыраған ер бостандыққа шықсам, түзу жолға түсерім анық деп бізге сөз берді. Конечно, здесь много... Әрине, бұл жерде көп нәрсені түсінесің, өкінерлік дүниелер де болады. Өмірге деген көзқарасың, ойларың өзгереді. Бостандықты аңсайсың. Тергеу изоляторының басшылығы бұдан бұлай мұндай кездесулердің санын арттырып, ашық есік күндерін жиі өткізуді дағдыға айландырамыз деп отыр. Жанар Жолтаева, Али Ахмедиева, Айдар Хаджимуратов, Информбюро бірінші арна, Алматы облысы. Алматылық Басболатовтар отбасы жаңа жыл кешінен бері қара жамылды. Олардың ортанша ұлы мирас 12-ге санаулы сағаттар қалғанда өз-өзіне қол жұмсаған. Қыршын кеткен боздақтың туыстары балаларының қазасы туралы камераға айтудан бас тартты. Бірақ ұлдарының соңғы уақытта көңілсіз жүргендігін және басқа мектепке ауысқысы келгенін ата-анасы жасырмады. Ал мирас оққан қаладағы нөмірі 157 мектеп басшылығынан қандай да бір пікір алу мүмкін болмады. Ирина Саветчаңыз толықтырады. Мирас Қаржаубайұлы Қалқаман ықшамаудандағы нөмірі 157 мектепке биыл ғана ауысқан. Алдында осындағы 176 мектепте 2 жыл оқып келген. Марқұмның туыстарының айтуынша соңғы уақытта ол ауылдағы ағайынның үйіне барып сол жақтағы білім ошағынан білім алуға ниетті екенін жеткізіпті. Бірақ мирас ауысқысы келетін ауылдағы мектеп қалалық жерден 11 сыныпқа бала қабылдамайтын марқұм қайтыс болатын күні кешкісін анасынан естіген. 2,5 сағаттан соң мирастың туыстары ұлдарының жіпке асылған өлі денесін тауып алған. Алайда анасы да, бауырлары да қыршын кеткен боздақтарының өліміне ешкімді кінәлап отырған жоқ. Құдайдың жазғаны, ешқайда шағымданбаймыз дейді. Сұхбат беруден де бас тартты. Алайда анасының айтуынша мирастың өз сыныбындағы тағы 2 баланың 3-ші тоқсаннан бастап басқа мектепке ауысатынын, өзінің де мектеп ауыстырғысы келетіндігін айтуына не себеп болды? Мәнісін білмекке мирастың мектебіне бардық. Мирас оқыған 157-ші мектеп осы. Мирастың сыныптастары биылғы 3-ші тоқсанды мирассыз бастайтын болады. Бірақ олар достары туралы пікір беруден бас тартты. Мектеп ұжымынан да оқушылар туралы пікір алу мүлде мүмкін болмады. Ешқандай басшылар жоқ, өздеріңіз. Класс жетекшісі бар ғой? Жоқ, класс жетекшісі. Скажите, нет уже. Оқиға оқушылардың каникулы кезінде болған. Ендеше мектеп ұжымының үнсіз қалуына да себеп жоқ еді. Алайда мұғалімдерінен аяқ астынан қаза тапқан оқушысы туралы бір ауыз жылы пікір ести алмай қайттық. Ал мирастың достары ол өзін өлімге қиятын адам емес еді дейді. Мирас деген жақсы бала болатын, ол өмірде көңілді болып жүретін. Потом ол класстастарымен өзінше достарымен жүретін, олар бірге дружно болатын, тату болатын. Мирас қайтыс болатын күні жұма намазға бармапты. Бірақ сол күнге дейін мына мешітке келіп, исламның 5 парызын шамасы келгенше өтеп жүрген. Мешіт имамы да соңғы кезде жиілеп кеткен суицид дерегіне алаңдаушылық танытып отыр. Ислам дінінде адам баласын өзін-өзі қол жұмсау мүлдем дұрыс емес. Бәлкім Құдайдан өлім сұрау да дұрыс емес. Өзін емес, басқа біреуге де өлім сұрауға пайғамбарымыз тыйым салған. Сондықтан Саттарқұл мырза мектеп психологтары мен тәрбиесінің меңгерушілерін имамдармен бірге жұмыс істеуге шақырады. Сонда ғана суицид эпидемиясының алдын алуға болатын еді дейді. Ал мирастың өлімі жұмбақ күйінде қалды. Оқушының ауылдық мектепке ауысқысы келгенінің нақты себебі де өзінің өлімі секілді құпия күйінде қалды. Өйткені оның артында тілде хат та қалмаған. Ирина Саветчаңыз, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматыдан. Назарларыңызда Информбюро жаңалықтарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Сіздер Информбюроны көріп отырсыздар. Жұлдызды жұп ақыры некелесті. 6 баланың заңды ата-анасы америкалық ғашықтар Анджелина Джоли мен Бред Питт заңды түрде үйленді. Голливудтың танымал әртістері өз некелерін Үнді мұхитының жағалауында қиған екен. Көп жылдан бері бір шаңырақ астында өмір сүріп келе жатқан әртістер Мароккода өткен неке қию рәсімнен кейін ерлі зайыпты атанған. Мұнда игі амалға оларды тәрбиелеп отырған 6 баласы итермелеген екен. Жергілікті дәстүр бойынша өткізілген үйлену рәсіміне Анджелина мен Бредтің балалары ғана куә болған екен. Жас жұбайлар бір-біріне арнайы дайындалған неке жүктерін сыйлап, бір-бірін мәңгі сүйіп өтуге ант еткен. Ал ақшта Майкл Джексонның жеке дәрігері Конрад Мюррейдің ісі бойынша алдын ала сот отырысы басталды. Онда дәрігерді қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін жиналған деректердің толықтығы қаралуда. Сотқа айыпталушы мен әйгілі әншінің туыстары қатысты. Конрад Мюррейге 30 куәгер қарсы шығып отырған көрінеді. Алайда күдіктінің өзі тағылған айыпты мойындамайды. Лос-Анджелес прокуратурасы да былтыр ақпан айында Мюррейге Джексонды қастандықпен өлтірмеген деген үкім шығарған болатын. Тергеу нәтижелеріне қарағанда поп корольдің өліміне профол дәрісінің мөлшерден көп егілуі себеп болған.
Ол адам Майклдың қандай жағдайда өлгенін біледі, өмірінің соңғы сәттерінде қасында болған, оны жақсы көрген, сыйлаған, сағынады да, ол соттың әділ шешім шығаратынына үміттенеді. Азияда ойындарына байланысты байқау жарияланды. 31-ші арнамен Казспорт фильм 7-ші қысқы Азия ойындары туралы үздік әуесқой бейнетаспа түсірген көрерменге сый дайындамақ. Дүбірлі додаға атсалсам деушілер информбюроның байланыс телефондарына хабарласса болады. Ал қазір ақ ойындарда ел намысын қорғайтын спортшылар жайында. Эллада кезінен бастап спорт ел мен елді табыстырып, бейбітшілікті дәріптеді. Адамдардың күш-жігерін соғыста емес, спорттық ойындарға жұмсау керектігін алғаш гректер ойлап тапқан еді. Афина Олимпиадасынан кейін араға ұзақ жылдар салып, Қазақстан Азия құрлығы мықтыларының басын қосатын 7-ші қысқы Азия ойындарын өткізу мәртебесіне ие болды. 15 мемлекет таласқансында еліміз жылдар бойы көрсеткен түрлі спорттық жеңістерінің арқасында осындай құрметке ие болды. Алдағы ойындарда ел намысын қорғайтын ұландарымыздың бірі тұғырдан секіруден спорт шебері Радик Жапаров. Азия ойындарының жүлдегері шаңғы мен трамплиннен секіруден ұлттық құраманың бүгінгі белді мүшесі 16 жасындағы талантымен көзге түскен спортшы. Алайда Радик Жапаров бүгінгі жетістігіне оңай жолмен келмеген екен. Ол кезде біздегі трамплиндер өте нашар ескі болатын, үшіп келе жатып құладым да тоқтай алмай домаладым. Арқам ауырып қатты жарақат алдым, тіпті демала алмай, жүре алмай да қалғам. Ауруханадан шыға салысымен Радик Ридер мектебіне қолына қалам ұстап оқушы ретінде қайта оралады. 2006 жылғы Туриндегі қысқы Олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасының туын ұстаған жас талант спортпен қош айтысқан еді. Сол сәтсіздіктен кейін Радик жоқ болып кетті. Оның бойында ашылмай жатқан таланты бар екенін біліп, оған іздеу салдым. Сабақта отырған қарапайым оқушыға өміріндегі ең қуанышты хабардың бірі жетті. Бапкері оны іздеп келіп, басшылықтың рұқсатымен Радик Жапаровты үлкен спортқа қайта келді. Спортқа қайта келу мен үшін қайталанбас бақыт, қуанышты кезім еді. Бұдан кейін де Радик Жапаров талай сыннан өтті. 2004 жылғы Германияда өткен Еуропа кубогында 3-ші орын иеленсе, Аомориде өткен Азияда да қола медальді қанжығаға байлады. Сондай-ақ халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанған 6-шы қазақстандық болып тіркелді. Алдағы елімізде өтетін ақ Азияда да ел абыройын асқақтатар ерлердің бірі де осы Радик Жапаров. Саламат Омаш, Алмас Бестенбеков, Информбюро. Мемлекет қаржысын жымқырған үшін темір торға тоғытылған шенеуніктердің түрмедегі жағдайы қалай? Алматыдағы әйгілі барахолканың нағыз иелері кім? Үшінші қазақ ғарышкері қашан ғарышқа ұшпақ? 2011 жылы Информбюро журналистері жаңа ізденіспен көрермендерге тың дүниелерді ұсынбақ. Ел құлағын елу қылған жаңалықтар мен сенсациялық оқиғаларды сіздер бірінші болып Информбюродан білетін боласыздар. Шындықты қопарып журналистік зерттеуге білегін сыбана кіріскен тілшілеріміз жаңа жылдан бастап жаңа бағытта жұмыс істейтін болады. Жүрегіңізді шымырлатып, мазаңызды алып жүрген мәселелер болса, сіз қашанда арнамыздың сенім телефонына хабарласа аласыз. Біз әрдайым елді алаңдатқан сауалдарды көтеріп, оқиғаның ақиқатына ұмтылатын боламыз. Күн сайын 19:00-де Информбюроны жіберіп алмаңыздар. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет, жақсы күндерде жолыққанша. Аман сау болыңыздар.